сенің аулаңа пошта индексі керек болса, қалай болар еді? Әлемдегі ең үлкен жеке үймен таныс болыңдар. Бұл зәулім үй жай ғана баспана емес, бұл шағын қала. 400 шаршы футтан астам еден аумағы бар деп есептеңдер. Бұл бір шатырдың астындағы 6 футбол алаңы сияқты. Жүздеген бөлмелер, жатын бөлмелер, қонақ бөлмелер, жеке кинотеатрлар, жұмыс кабинеттері, оларды табу үшін карта қажет болады. Бассейндер ме? Бірнешеу, гараждар ма? Жүздеген көліктерді елестетіп көріңдер. Қызметкерлер ме? Барлығын таза ұстап, тәулік бойы жұмыс істеу үшін ондағаннан жүздегенге дейін адамдар ауысыммен жұмыс істейді. Құны қанша? Құрылысқа, жерге және сәнді әрлеуге кететін шығындар жүздеген миллионға, кейде миллиардтан астамға жетеді деп болжанады. Сәулетшілер, қолөнершілер және инженерлер тобымен жылдар бойы салынған бұл үй байлық пен дизайнның ерекше көрінісі. Сендер бұл ауқымды жақсы көрсеңдер де, артықшылығын жек көрсеңдер де, бір нәрсе анық сандар үйді жаңалыққа айналдырады. Осындай таңғажайып статистиканы тағы да білгің келе ме?